Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Байнүлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін тамыздың 3-і дүйсенбі. Хабардан сіздер туған жер халықаралық мәдени әдеби іс-шарасы өтеді. Өнеркәсіп және минералды ресурстар министрі Қоңғырың Дәмдінниям ақпарат берді. Мемлекет және қоғам қайраткері Қаби Бәйжұлына арналған ескерткіштің ашылу рәсімі болды. Аймақ әкімі іс басқармасының мемлекеттік әкімшілік басқару бөлімінің бастығы, ұлттық мейрамдағы ат комиссиясының төрағасы Әнуар Сәдет Бектемірұлының мәліметі, аймағымызда жүрілген мемлекеттік мейрамдағы балуандар бәсекесі мен асық ату сайысының қорытындысы, аймақтық автокөлік орталығының автокөлік бақылауының мемлекеттік инспекторы Серікбол Сіләмқанұлымен өткізген тілші сұхбаты, тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Хабарымызды ел жаңалықтармен бастаймыз. Моңғолдың жаңа дәуір әдебиетінің негізін қалаушы ұлы жазушы Дашторжин Нацикдоржың туғанына 120 жыл толуына арналған туған жер халықаралық мәдени әдеби іс-шарасы осы айдың 16-сынан 20 аралығында өтеді. Іс-шара аясында жүрілетін мәдени әдеби жорық Ұлан-Батырда басталып, ұлы жазушының өмірі мен шығармашылығына қатысты тарихи орындарды қамтиды. Ұлан-Батыр қаласы Цонжым болдық кешені төбе аймағының Байындел үрсіміндағы Нацикдоржының туған жері, Бағынур ауданындағы Нацикдорж атындағы кітапхана, мәдени орталық және ұлы жазушының ескерткіші Хенти аймағы Цинхырмандыл сұмындағы Хар Зүрхіне Хөхнур, Хенти аймағының Делгірхан сұмындағы Херліни Хөде Арыл деген жерлерде мәдени іс-шара жалғасады. Бұл іс-шара барысында отандық және шетелдік қатысушылар мен құрметті қонақтар ұлы жазушы Нацикдоржының өмірбаяны мен шығармашылық мұрасымен танысады. Сондай-ақ елдің тарихы, мәдени және табиғи ескерткіштеріне саяхат жасайды. Сондай-ақ ұлттық мұра мен әдебиеттің құндылығын әлемге насихаттау және таныстыруға атсалысады деп хабарлады Мәдениет, спорт, туризм және Жастар министрлігінен. Өнеркәсіп және минералды ресурстар министрі Қоңғырың Дәмдінниям тамыз айында ресейлік Роснефть компаниясынан 50 мың тонна, басқа компанияларынан 10 мың тонна және Қытайдан 6 мың тонна, барлығы 66 мың тонна АИ-92 бензиніне тапсырыс бергенін хабарлады. 31 шілдеде Ресейден 41 вагон немесе 2460 тонна АИ-92 бензині, 1 тамызда 22 вагон немесе 1364 тонна, барлығы 3824 тонна АИ-92 бензині келген. Бұл жанармай Ұлан-Батыр қаласы және жергілікті жанармай құю станцияларына үздіксіз жөнелтіліп жатыр. Ел бойынша бензин қорының тапшылығына байланысты бүгін түн ортасынан бастап көліктерге бензин таратуды автокөліктің нөміріне қарап, тағы және жұп нөмірмен күн аралатып 50 мың төгірікке дейін үлестіретін шешім қабылданды. Бұл шектеу 15 тамызға дейін созылады деп хабарлады Энергетика және минералды ресурстар министрлігінен. Еліміз орташадан жоғары табысты елге айналғанмен кедейлік және жергілікті жердің дамуына қатысты өзекті мәселелер әлі шешімін тапқан жоқ. Бұл жайында қаржы министрі Цагджабин Менсейхін Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты үйлестірушісі Явван Хирдеммен кездесу барысында мәлімдеді. Қаржы министрі Біріккен ұлттар ұйымының мамандандырылған мекемелерінен Монғолияға жүзеге асырылатын жобалар, бағдарламалар үзілмей дамудың келесі кезеңінде тығыз ынтымақтастықты жалғастыратын мәлімдеді. Тараптар 2023-тен 2027 жылдарға арналған
Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму саласындағы ынтымақтастықты іске асыруды талқылады. Аймақ жаңалықтары. Іргелі мемлекет құрылуының 2235 жылдығы, ұлы Моңғол мемлекеті орнауының 820 жылдығы, ұлттық бостандық пен тәуелсіздікті жаңғыртудың 115 жылдығы, халық төңкерісінің 105 жылдығы және демократиялық төңкерісінің 36 жылдығы, аймағымыз орнауының 86 жылдық мерекесі тойланып өтті. Той мереке қарсаңында аймағымыздың алғашқы әкімі, мемлекет және қоғам қайраткері Қаби Бәйжұлына арналған ескерткіштің ашылу рәсімі болды. Рәсімге аймақтық азаматтар өкілдері құрылының төрағасы Бекарыс Алданышұлы, аймақ әкімінің орынбасары Бақытжан Кәкібатұлы, халық жазушысы Шынай Рахметұлы және аймағымызда елеулі еңбек еткен аға буын өкілдері мен марқұмның ұрпақ жұрағаты қатысты. Әуелгі сөзді аймақтық азаматтар өкілдері құрылының төрағасы Бекарыс Алданышұлы алып, өз құттықтауын жолдаса, мемлекет және қоғам қайраткері туралы өз лебізін былайша жеткізді. Ассалаумағалейкум аса. Айнелгі жұртшылығы бүгінінде үлкен бір мемлекеттік мереке қарсаңында тамыз айының 1 жұлдызында аймағымыздың алғашқы басшысы болған Бажилы Қаби атамыздың үлкен ескерткіші бой көтеріп жатыр. Бұл ескерткіш жай бір ғана ескерткіш емес, жалпылама кейінгі өскелең ұрпаққа, аймақ жұртшылығына үлкен бір ескерту дегенді жаңа аймақ әкімі Заңғар мырза да тоқталып кетті. Әрине, бұл шындық. Аймағымызда көптеген жаңа көшелер, ескерткіштер бой көтеріп жатыр. Соның ішінде жалпылама ары қарайда бізге қандай бағытта қалай жүруіміз керек? Біз кімбіз? Алғаш аймағымыз қалай орнады? Бұл жай ғана орнады ма? Бұда қандай саяси көшектер болды? Ол кездегі жаңағы басшылықтардың, ұлт жанашырларының қандай үлкен саяси шешімдер қабылдады? Қандай күш салды, еңбек етті? Осыған жаңағы ашылу салтанат кезінде толық мағлұмат алдық. Аймағымызды орнатуға атсалысып, сол мезеттегі түрлі қиыншылықтарды өз қажыр қайратымен еңсіре білген әйгілі тұлға жайлы естелік айтқан ел ағасы Сүйеніш Көмештайұлы мемлекет және қоғам қайраткері Қаби Бәйжұлы хақында былай деді. 1999 жылы дүниежүзілік біріккен ұлттар ұйымынан дүниежүзілік қариялар жылы деп жариялады. Басуали Амыр Жарғылының үкіміменен Моңғол еліне қариялар жылын жариялап осыған мықты шаруа атқаруға тура келді. Сонан 1992 жылы аймақтың алғашқы әкімі Изамхан, сен әскери демалысқа шықтың ғой, енді осы қарияларды басқар деп маған тапсырма берді. Тілек қойды, мен осыны алдым. Сонан 92-ден 2013-ке дейін 20 жыл осы қариялар комитетінің төрағасы істедім. Ең алғаш менің осы істейін деген шаруамның бірі осы Баялгөй аймағынан топ шыққан ардагерлерді ұлықтауды қолға алайын деп істі ойладым. Сонан 96 жылы Көрінбай менен жылқышының Көбештің тойын тойладық. Осы бастаған ісім Құдайға шүкір міне бүгінге дейін жалғасып келеді. Халқымнан қолдау таптым, халқым қолдады, халық риза болды. Енді міне қараңыздар, 30 жылдан кейін жылқышы бабамыздың 200 жылдық тойын міне биыл тойлағалы аймақ құрылтайынан шешім шығып, осы шаруаға кірісіп жатырмыз. Оның да бір жақ шетінен жүрміз. Сонан 99 жылы аймақтың құрылтайының 21-ші қаулысын шығарып, Қабидің 100 жылдығын мерекелеп, ескерткішін тұрғызу туралы шешім қабылдады. Менің іздеген сол кездегі документінде Қаби 1899 жылы туып, 1956 жылы 56 жасында дүниеден өтті деген мәлімет тапқан. Сонымен 100 жылдық тойды тойладық, ескерткіш тұрғызатын боп, 1998 жылы үкімет орнының
көптер қаулысымен осындай ұлы адамдардың ескерткішін тұрғызса, осыған ақша береді екен. Сонымен Қабидің ескерткішін тұрғызуға 800 мың сом берді. Осы ескерткішті мен марқұм Шәкердің мүсінші, суретші Шәкердің Сұлтанына керестеп, осы ескерткішті үйін істеттім. 99 жылы 100 мың сом берді. Одан кейін 700 мың сом берілмей келген біттің бастығына айтып жүріп 2007 жылы аймақтың құрылтайының ықпалыменен аймақ әкімі тұрған Қапсатар 700 мың сомды шешіп берді. Осымен музейдің алдына Қабидің ескерткішін орнатып, ашылу рәсімін жасадық. Бұл туралы мен өзімнің естелігім жазған Өмір белестері ұрпағыма ұлағат деген алғашқы бірінші кітабының 117 бетіне осы сөйлеген сөзімді кіргіздім. Ары қарай сөз алған халық жазушысы Шынай Рахметұлы мен бұрынғы аймақ әкімі Қабыл Сәкейұлы өз лебіздерін жеткізе келе, қайраткердің атын ұрпақ жадында қалыптастырып, аймағымыздың алғашқы әкімін келешек ұрпақ санасына қалдыруға аталмыш ескерткіштің маңызы зор екендігін атап өтті. Қаби Бәжолы атамыздың рухына, бейнесіне арналған тарихи ескерткіш міне жаңадан ашылып жатыр. Осыған мына аймағымыздың жер-жерінен келген өкілдер, осылар қатысып өздерінің лебізін айтты. Осы ескерткішіміз енді ұрпақтарға жалғасып, сол тарихи атамыздың жолын ізін жалғап, аймағымыздың даңқын арттыра берсін. Ескерткіш құтты болсын. Рахмет. Нутгийн зон олондо аймаг байгуулсны 86 жилийн оюун халуун менчтэйг дэвшүүлж, эрүүл энхийг, эв нэгдлийг, хөгжил дэвширийг гисэн өрөөё. Өндөр уул алсрах тусам сүртэй харагддаг. Үнэхээр энэ аймгийг байгуулах гол ажлыг нугуулсан, санаашилсан, хавьяагсан домог мэд сонсдож байна. Сая одоо хамаатан садангууд нь, аймгийн дурдлагууд нь бүгд хэллээ. Үнэхээр Алтайын хамгийн өндөр уул нь хүний хувьд хэнгвэл би хавь байг хэлэхэр байна. Монгол улсын тусгаар тогтвол хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдаа зүтгэе. Баярлалаа. Шара соңында сөз алған мемлекет және қоғам қайраткері Қаби Бәжолының шөбіресі Нұртуған Ешенқанұлы жиналған көпшілікке өз алғысын жеткізді. Осы міне 2 жылдың ішінде туыстарымды көп білмейтін, осы білетін жалғыз Ғалсан ағам мен Бұлан ағаларды ғана жақсы білетіміз кішкентайымыздан. Одан кейін міне өсе келе 2 жылдың ішінде қаншама өзімнің туыс аталас ағайындарымды, туғандарымды тауып, танысып, білісіп жатырмын. Енді оған неге білмеді ренжіместер, кішкентайымнан кеттім, әкем жастай қайтыс болды. Қазақстаннан осы өрге еліне көп келе бермедік. Бір анамыз ғана анда-санда келіп соғысына бір жіберіп жүрдік. Анамыздың жылуы, сағынышы басылсын деп. Енді соңғы рет сол анамызды біз 24-те әкелгенде апарып келу міндеті маған бұйырған еді. Сол апарып келгеннің арқасында мен осы сіздердің алдарыңызда міне осылай ескерткіштерді жаңартып, жаңғырту жұмыстарын жасап, түп архивтің бәрін ақтарып, кітабындегі табылмаған суретіне дейін тауып, осы музей Закырғада суреті тұр екен. Ол суреттің тарихы кішкентай кеуде суреттен сондайдан алынған, содан сызылған деген сурет, басқа суреті жоқ, ол суретке көп түспеген деген. Енді ана түп архивқа барған кезде атамыздың өзінің анкетасын ашып, сол анкетадағы суретін тартып алып, сол суретпен осы ескерткіш шынайы сызылып, шынайы жасалып әкеп қойғанбыз. Осылай міне Қаби атамыздың жалғыз суреті, оригинал суреті 40 жасында түскен суретін түп архивтан анкетасынан алдық. Сондай бір керемет іс-шаралардың 2 жылдың ішінде бітті. Енді сіздерге де осылай аман есен жүріп, осы келесі айдың 9 айдың 18-інде үлкен ас беріледі. Ол астың алдында Сеңгел суының ескерткішін ашуды, ұйымдастыруды ойлап отырмыз. Сол ескерткіштерді ашып, Сеңгелдің ескерткішін стадионын бір атап өтіп, бір іс-шара өткізіп, күрестіреміз бе, балуан шабыттырамыз ба, ат шаптырамыз ба деген
ой пікірлер айтылып жатыр. Оның бәрін іске асырамыз ба деп ойлап отырып, Алланың қалауымен осы 9 айының 18-інде соның бәрін жинап әкеп театрдан бір үлкен ғылыми конференция жасаймыз. Және де сол кісінің атына жазылған кітаптың тұсаукесері болады. Жаңадан шығарған әндердің де тұсаукесерлері болады. Марапаттау, рахметімізді айту, үлкен осы 2 жылдағы істеген ісіміздің қолдаушылық болған кісілердің бәріне сияпатымызды сол кезде көрсетеміз деп ниет етіп отырмыз. Алланың қаласа осы 9 айының 18-дегі сол уақыттағы Сеңгілдің ашылу салтанатына іс-шараға қатысуды сіздерден тағы да сұраймын. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Рәсімде көптеген ел ағалары өз ой пікірлерін ортаға салып, мемлекет және қоғам қайраткер жайлы сан салалы естеліктер айтылса, ескерткіштің лентасы қиылып, ән күймен шашу шашылды. Бәйжолы Қаби 1900 жылы Сеңгіл сұмында дүниеге келген. 1920 жылдары Ұланғыз сұмының жүн жуу орнында жұмысшы болып еңбек жолын бастаған. 1930 жылдары сұмын мен сауда ұйымдарында жемісті қызмет етіп, кейін мемлекеттік қызметке ауысып, туған өлкесінің дамуына елеулі үлес қосты. 1937 жылы Қобда аймағы басшысының орынбасары болып тағайындалып, аймағымызды құру туралы комиссия құрып, Қазақ-Уранхай аймағын құру туралы зерттеулер жасап, осы аймақты құрудың маңызы жайлы мәліметтерді еліміздің қарасты орындарына жеткізді. 1940-тан 1943 жылдары Байнөлге аймағының әкімі қызметін атқарды. Оның басшылығымен аймақта көптеген нәтижелі жұмыстар жүзеге асырылды. Ал 1943 жылдан бастап аймақ прокуроры лауазымын атқарды. Бәйжолы Қаби Монғолия мемлекеттік ұлы құрылының депутаты болып 2 рет, мемлекеттік кіші құрылдың депутаты болып 1 рет сайланып, мемлекеттік билікті жүзеге асырушы ретінде жоғары жауапкершілікті қызмет атқарған беделді өкіл болды. Оның тарихи еңбектерінің бірі 1945 жылы Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр аймағында өрістеген Шығыс Түркістанның ұлт-азаттық қозғалысына еліміз үкіметінің шешімімен көмек көрсету мақсатында партизан отрядының командир ретінде қатысуы. Оның бұл ерлігі еліміз тарихында мәңгі сақталып қалды. 1940-тан 1943 жылдары Байнөлге аймағының әкімі болып тұрған кезінде өңірдің дамуына зор үлес қосып, оның басшылығымен көптеген инфрақұрылымдық әрі жасампаздық жұмыстары сәтті жүзеге асырылды. Іргелі мемлекет құрылуының 2235 жылдығы, ұлы Моңғол мемлекеті орнауының 820 жылдығы, ұлттық бостандық пен тәуелсіздікті жаңғыртудың 115 жылдығы, халық төңкерісінің 105 жылдығы және демократиялық төңкерістің 36 жылдығы, аймағымыз орнауының 86 жылдық мерекесі тойланып өтті. Ұлттық мейрамда жүрілген палуандар бәсекесіне барлығы 128 балуан қатысып, Бұлғын аймағының Моғыт сұмының тумасы аймақты қарсылың Миягмыр жарғылың Еркінбайыр ағалап, аймақты Құрсарсылың атағымен сыйланса, аймағымыздың Бұғыты сұмының тумасы Сұмындық заң Шәріпұлы Батырбек 2-ші орынды иеленіп, аймақтық заң дәрежесіне еншілеп, келесі орындарды Бұйын сұмыны тумасы Сұмындық заң Бақытұлы Иманғали, Сеңгіл сұмыны тумасы Сұмындық заң Құмарлы Жәрдембектер иеленіп, аймақтық начин атағына қол жеткізді. Ал асық ату сайысынан ересектерден командалық есеп бойынша Гүнзегин Байыртеңгіл бастаған қарулы күштердің 331 бөлімшесінің Самғарып тобы 1-ші, Чөлтімен Байындалай бастаған Хан Тайшыр тобы 2-ші орынды иеленсе, Мелегин Миягмыр бастаған Табынбогдин Мерікчут тобы 3-ші орынды жеңіп алды. Ал жеке ұпай бойынша Обалты аймағының Есімбұлық сұмыны тумасы Биямбыдоржин Қансож ағаласа, аймағымыз тумалары Бадымделкірин Байыр 2-ші, Аңқбайырин Темулин 3-ші орынды иеленіп, Гүнзегин Байыр Сайқын, Биямбыдоржин Аз жарғылдар келесі орындарды місе тұтты.
Бұл реткі аймағымызда болып өткен мемлекеттік мейрамдағы асық ату сайысына көршілес Хобды Қобалтай аймақтарынан барлығы 15 топтың 86 спортшысы қатысты. Ұлттық мейрам қарсаңында ұйымдастырылатын ең күрделі шаруалардың бірі жүйрік ат бәйгесі. Бұл ат бәйгесін ұйымдастыру комиссиясы аймақ әкімінің өкімімен құрылып іс атқарды. Мұндағы кейбір есте болар өзекті мәселелер мен келеңсіз жағдайлар туралы бүгін аймақ әкімі іс басқармасының мемлекеттік әкімшілік басқару бөлімінің бастығы, ұлттық мейрамдағы ат комиссиясының төрағасы Әнуар Сәдет Бектемірұлы мынадай мәліметтер берді. Енді аймағымызда үкіметтік тойланып өтті. Тойға халық баға береді ғой. Біз тойды сол үкіметтік тойлау туралы заңда көрсеткен көрсеткіштердің деңгейінде жүргізіп өткіздік. Сіздер білесіздер, тойдың алдында да осы ат комиссиясын басқарған тұрғыда мәлімдемелер жасап, сіздерге түсінік бергенбіз. Енді той өткеннен кейін де бүгін кейбір недерге тоқтала кетпесек болмай жатыр. Ат комиссиясы аймақ әкімі үкімімен құрылған. Сол комиссия мүшелері толық жұмыстады. 2 күн ат жерінде, ат 2 күн жүрілді. Биылғы аттан қандай бір ерекше дау-дамай шыққан жоқ деп отырмын өз басым. Енді бір жағдайлар бар, қазір соны соңында түсіндірейін. Аттан бір бала аттан жығылды. Денсаулығына бір ерекше зиян кеткен жоқ. Қалыпты жағдайда болды. Біздің тойымыз жалпы биыл 8-ші айдың басында болып жатқандықтан, жылдағыдан гөрі кішкене аз ат жарысты ма деп өз басым қорытындылап отырмын. Қазір енді нақтылап айтсақ, аймақ тойында 35 тай жарысты, 36 құнан жарысты, дөненнен 21 дөнен, бестіден 19, жуан аттан 36, айғыр 11, жорғадан 9 жорға жарысып 2 күн мәресіне жетті. Жалпы осы той қарсаңында ұйымдастыру жаңағы заңнамалар, ережелер бойынша жасалды. Біздің ат бапкерлері кейбір нәрсені тағы да ерекшелеп айтпасақ болмай тұр. Мынау үкіметтің тойына ат қосуға байланысты заңнамаларда көрсеткен көрсеткіштер бар. Баланың қауіпсіздігі жағдайына байланысты көрсеткен көрсеткіштер бар. Бірінші мисал, таңертең біз сол өлшеу жасайтын уақытында біздің ат бапкерлер келіп бермей тұр. Таңертең 7-тен 8-ге шекті өлшеу жұмысы жүріліп 8-де шығады десе, 9-да бастап 10-да шығып тұр. Мысалы, өздерінің атының жаратқан ішін сол сағатына тарылтып қояды, жаңа бабын соған кішкене бағыштап тарылтады. Енді соның бәрін біз сағатын қойып, әдейлеп алдын ала жайлап жүргеніміз сол болатын. Өкінішке орай енді сағаттар енді бірден 1 сағат жарымға шекті. Кейін жүрді, кешігіп қалған жағдайлар болды. Екінші ат бапкерлері баланың қауіпсіздік жағдайына байланысты қоншы бар етікпенен жарысқа түсуге тиісті. Сол қоншы бар етік емес, енді кроссовкамен баладарын әкеп, енді ботинкамен әкеп, енді ат шығарда сол көп уақыт алып жатыр. Балалар үйінен жұмыстап тұрған өкіметтік қызметкерлерге мысалы тіл тигізіп жатыр, әр түрде енді мәдениетсіздік жағдай көрсетіп жатыр ат бапкерлері. Ол кісілерде жаңа өз жұмысын істеп тұр. Жаңа заңда, ережелерде көрсеткіш бойынша жаңа балаларға стандарттық киімдермен қарымдап жапқызуға тиісті деген тақауырын қойып тұр. Енді сол қоншы бар етікті ішінен кигізіп тұрып, шыққаннан кейін қайта ауыстырып, әлгі пәтеңкемен кроссовканы кигізе қойып, ана жерге барғанда тағы да енді уақыт қалың әңгіме болып жатыр. Мысалы, ат бапкерлер енді сол пәтеңкеменен жаңа қоншы бар етіктің ортасында бір келдің ба, сонда енді айырмасы бар шығар. Атыңыз сол 1 келден немесе 1-5 келден болып енді кейіндеп қалады дегенге өз басым сенбеймін. Осындай енді келеңсіз жағдайлар шығарып жатыр. Оның сыртында құнанға, тайға атпен жетектеп барып, сол аттар мысалы қосарласып чабу мәселесін көп шығарды. Осыған біздің полицияның қызметкерлеріне кішкене жаңа істеп жүрген жұмыстарына бөгет жасап, жолда солардың бәрін олай қайырып, бұлай қайырып, осындай әңгімелер шығарып жатыр. Енді ат бапкерлер той өтіп кетсе деген, бүгінмен немесе биылмен бітіп жатқан жоқ, тағы да той болатын шығар. Осындай жағдайларды негізі ескерсеңіздер. Ат бәйгесі тек ұлттық мейрамды ұйымдастыру туралы заң ережелер бойынша ұйымдастырылады. Кейбір азаматтар істің байыбына бармай тұрып, қауесет әңгімелерді ғаламторға жарияламағаны дұрыс дейді аймақ әкім іс басқармасының мемлекеттік әкімшілік басқару бөлімінің бастығы
Ұлттық мерекедегі ат комиссиясының төрағасы Әнуар Сәдет Бектемірлі. Жуан атта бірінші келген атты келгеннен кейін қасыт деген әңгіме шықты. Енді осыған байланысты мен жақсылап отырып сіздерге түсінік берейін. Жуан атты 36 ат өлчеуге біз кіргіздік. Осыдан 3 ат өлчемге сыймай қалды. Біреуі Амыржарғылдың сұрысы. Енді ар жағында тағы 2 бапкердің 2 аты сыймай қалды. Содан ол кісілер 2 қайта өлчеу жүргіздік. Екеуінде де сыймай тұр. Сол кісілер біз атымыздың тағасын суырып кеп кіргізейік. Енді 1 сантиметр асып тұр. 0,8, 0,5 асып тұр. Тағасын суырып әкеп кіргізейік деген өтініш қойды. Сол бойынша тағасын суырып әкеліңіздер, ал біз тосып тұрайық деп. 3 аттың 2-еуі тағасын суырып әкелді. 2-еуі де кірді өлчемге. Жа деп кіргіздік. Енді өлчемге сай болды. Өлчемге сай болды. 2-еуі. Енді Амыржарғылды сіздер танисыздар, біздің бүйінтінің мемлекеттік 2 мәрте саңлақ малшысы, көп жыл ат қосып жүрген сол кісінің сұраты жүйрік ат. Бірақ өкінішке орай өлчемге сыймай тұр. 3 сантиметр асып тұр. 3 сантиметр. Сонда да сол тағасын суырып әкелем деп кетті. Әмбе көп уақыт айланды. Сол екі ортасында сол кісі келмей. Ана қашадағы тұрған аттар тізім біткеннен кейін енді көп тұрғызу қиын. Сонымен аттарды шығарып жібергеннен кейін біраз ғана уақыт мен кісі жіберіп шақырттым Амыржарғыл. Енді жалғыз соныкі қалды. Енді бір ортамызда жүрген Ұранқай азаматы көп жыл ат қосып жүр. Жалғыз сол кісінің атын ұстамайық болса тағасын суырып әкеп қайтадан өлчеуге кіргізсін деп мен кісі жібердім. Содан біраз уақыттан кейін ат шығып кеткеннен кейін сұратты әкелді. Біз қозғалып жатқанбыз. Артынан жалғыз кетті ғой сұрат. Енді сонда көрермендер, бапкерлер бәрі көріп отыр. Сол сұрат келсе тағасын суырмапты. Қайтеміз деп біздің істерді сен жібере сал анда кісіге. Мен өзім де ескертіп айтайын. Аты бестікке кірсе қайта өлчемге кіргізіп қасылады. Енді жалғыз атты тастап қайтеміз деген тұрғыда жібердік. Аты бірінші келді. Жаңағы 6-шы келген аттар бар. Соның ағайын туыстары бар. Одан кейінгі аттардың бәрі айғай-шу шығарды. Шыны керек. Мына жерде жасырып жабатын, бүкпелейтін, Сәдет ананың атын кіргізіп жіберді, мынаныкін бүйтіп жіберді дейтін ештеме жоқ. Турасын айтты, бүкпелейтін түкте жоқ. Мен сол жаңағы айғай-шу шығарған азаматтарға, Амыржарғыл мырзаның атын осындай жағдайменен жібергенбіз. Қазір қайтадан тағасын алып әкеледі, қайта өлчеу істейміз. Асып тұрса аты қасылады дегенін айттық. Соныменен қайтадан өлчеу жүргіздік, тағасын алып тастап әкепті, сонда да асып тұр. Аты жаңағы өлчеу заңда көрсеткен неге кірмеді. Сол бойынша аты енді қасылды. Ол жерде өзіне түсіндіріп отырып айттым. Өзі қанша айтқан мен көп жыл ат қосқан азамат. Аттың несін біледі. Сәдет, сізге немесе осы ат комиссиясына барлықтарыңызға рахмет. Мен атым енді әйтеуір аймақтың халқы көрді. Бірақ заң аясында менің ешбір ренішім жоқ. Сіздерге рахмет деп рахметін айтып кеткен. Әртүрлі сайттарда, недерде, Facebook парақшада енді жазылып жатқан секілді. Бірақ заңды нәрсе заңыменен болған, ода ешбір дау-дамай немесе Амыржарғыл мырза өз тарапынан реніш білдірген қазіргі жағдайда не жоқ. Күнде де мен телефонмен сөйлескен. Рахмет сіздерге. Енді заңға кірмей тұрған нәрсеге мен өкпем жоқ деген мәселесін айтқан. Осындай енді сұмындардың да тойы жүріледі енді. Осы ат бапкерлері көп нәрседен енді кішкене көп жыл болды. Әмбе мына біздің соңғы кезде бапкерлер өте жақсы тәжірибелі, ат баптау жағында да тәжірибелі болып кеткен. Тек осы кішкене тәртіптілік, реттілікті және заңда көрсеткен заңнама көрсеткіштерді сақтасаңыздар, басқа сіздердің жұмыстарыңыз істеліп жатыр. Аймақтың атын шығарып жүрген осы бірнеше ат бапкерлері, жаңағы балуандар дейміз бе енді, осы азаматтар ғой. Сол тәртіптілік, реттілікке сіздерді шақырамын. Амыржарғыл мырза өзінің атының тізімнен алынып тасталғанын рұқсаттап отыр деп түсінуге болады. Рұқсаттап отыр. Ол алдында да рұқсаттап тұрған. Мен бірақ енді жаңағы 3 ат тізімнен алынып тасталды. 2-еуі тағасын суырып әкеп кірді. Өлчемге сай болды. Енді мен жалғыз азаматты тастамайыншы деп тағасын суырып әкеп кіргізіңіз дедік. Ол ортасында уақыт көтермей қалды ғой. Жаңа ат шығып кетті. Ат шығып кеткеннен кейін келді. Артынан жалғыз өзін үлкен кісі мініп барды ғой. Үлкен жігітке мінгізіп апарды. Ана баласы да жалғыз жүргізе алмаймыз. Енді сол болған жағдайды кейбіреулер жаңа Facebook парақшасына я көздері көзбен көргендей немесе өздері жасағандай болып жазып жатыр да. Жаза берсін, ол әркімнің өз құқығы. Оған біз не айтпаймыз. Бірақ болған жағдайды Қауіпті Айман деген сайтқа жазып жатыр екен. Соған да түсініктеме жазып қойдым. Ол енді менің қолымнан келетін сол түсініктеме жазып қойдық. Енді онда ешбір жаңағы заң аясында заңның заңнамаларына артық кеткен ешбір жағдай жоқ. Амыржарғыл мырза өзі де рахмет сендерге, мен енді өкпем жоқ деп кеше кеткен.
ат бәйгесінің қорытындысы туралы кешегі хабарымызда тыңдарман қауымға жеткізілген болатын. Ауа райының болжамы. Тамыздың 3 күнгі 20 сағаттан 4 күнгі 20 сағатқа дейінгі ауа райының бір тәуліктік болжамына қарағанда, аймағымыздың барлық өлкелерінде көшпелі бұлтты жаңбыр жаумайды, жел батыстан 3-тен 8 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 10-нан 15, күндіз 25-тен 30 градус жылы болады. Өлге қаласы маңында көшпелі бұлтты жаңбыр жаумайды, жел батыстан 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы түнде 14-тен 16, күндіз 28-ден 30 градус жылы болады. Тамыздың 3-нен 12-сіне дейінгі ауа райының 10 тәуліктік болжамына қарағанда, уақыттың ортасында өлкенің кей жерлеріне аздаған жаңбыр жауады. Жаңбырдың алдында желдің жылдамдығы уақытша 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейеді. Басқа уақытта желдің жылдамдығы 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 10-нан 15, күндіз 23-тен 28 градус жылы болады деп хабарлайды аймақтық су және ауа райы қоршаған ортаны зерттеу орталығынан. Сіздер ағымдағы ақпараттармен таныс болдыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға аймақтық автокөлік орталығының автокөлік бақылауының мемлекеттік инспекторы
Серікбол Сіләмқанұлымен өткізген тілші сұхбатын ұсынамыз. Және қалааралык және де халықаралық автобус жүргінші тасымалдап тұр. Жалпы осы тасымалдың қауіпсіздігі, шекаралық ахуал, жүргіншілердің қауіпсіздік мәселелері төңірегінде мәлімет бересіз. Ассалаумағалейкум, радио тыңдарман қауым. Мен болғанда сіздерге халықаралық және қалааралық жолаушы тасымалдайтын біздің 24 сағаттық бақылаудағы ресми рұқсат алынған 6 компаниямыз бар. Қалааралық және халықаралық автобусымыздың сағат бөлісі және билет бағасы, жүк килограммы жайлы бір мәлімет бере кетейік. Бізде Байы-Өлгей, Улан-Батыр бағытына аптаның 7 күні 17 рейс жолаушы тасымалдаймыз. Жолаушы тасымалдап қатынап тұрмыз. Осыда үлкен кісіміздің билет бағасы болған 160 мың төгірік, 6-дан 12 жасқа дейінгі баламыздың билет бағасы 80 мың төгірік болады. 0-дан 5 жасқа дейін жаңағы суытыла алмай, алдын алып, тегін алып жүретін шарт бойынша солай. 6-дан 12 жасқа дейін болғанда баламен жаңағы 80 мың төгірікпен жүреді. 6-дан 12 жастан жоғары болғанда жаңағы үлкен кісіге алып кететін билет бағасы мүмкіндігі солай. Екіншіден айта кетер, бізде 3 сағатта бип автобус деп 28 орындық, жаңағы жайлы ұйықтап жататын сондай автобус ашылған. Ол аптаның 6 күні жүріп тұр, тұрақты. Бұл болғанда 3 сағатта жүреді, сағат бөлісі болғанда. Бип автобусымыздың билет бағасы болғанда 220 мың төгірік. Бала болғанда 6-дан 12 жасқа дейінгі баламыз 110 мың төгірікпен жүреді. Үшіншіде Байы-Өлгей Астана бағытына біздің халықаралық автобусымыз жүреді. Бұл аптаның 3-6 күндері жүріп тұрған қыс мезгілінде. Қазір жүргінші көбейгенге байланысты Сенгл-Транс компаниясы, жаңа Авиастана компаниялары бірінші күн жаз мезгіл бөлісіне байланысты бірінші күнге қосымша автобус жүргізіп жолаушылар тасымалдауда. Бұл болғанда 1-3-6 күні халықаралық автобусымыз тұрақты Астана, Павлодар, Астана, Чигилге тұрақты жүріп тұр. 4-де Өлгейден Алматы бағытына автобусымыз жүреді. Бұл болғанда 3-6 күні тұрақты жүруде. Алматының билет бағасы болғанда, Байы-Өлгейден Алматы бағытына болғанда билет бағасы жаңа 3-6 күндері тұрақты жүруде. Билет бағасы болғанда 234 төгірік, 6-дан 12 жасқа дейін бала болғанда жаңа 119 төгірікпен жүріп тұр қазіргі жағдайда. Біз енді халықаралық жүргіншілерге бір айта кетер жағдайымыз. Өлгейден жаңа біздің автобусымыз қозғаларда ішіндегі отырған жолаушыларға көбінесе айтатынымыз таңертең келгенде, жаңа жүктеріңізде қазы қарта, құрт, жаңа өзіміздің ережеміз бойынша алып жүрмейді. Тажанты жаңа өткен ережеге байланысты алып жүрмейтін нәрселерді ескертеміз таңертең шығарда. Алып жүрмеңіз деп, мысалы, Тажантыға барғанда көбінесе бір кісіден болып, жаңа алып жүрген құртынан 2 сағат, 3 сағатқа дейін қамалып ана жерде ішінде кісілердің мазасын алып, мысалы, көптеген мәселелер болып жатады, мысалы. Осыны біз жолаушыларға жүрген сайын айтамыз, шама келсе алып жүрмесе екен дегенді қатаң ескертеміз енді. Басқа қандай қайшылықтар туындап жүр? Басқа таңертең, мысалы, автобусымыз ерте 8 сағатта жүреді дегенде сағатында келмейді. Билетінде біз билет бергенде билетінде уақыты сағат бөлісі болады, мысалы. Таңертең 8 сағатта жүреді, 7:30-да дайын болыңыз, 30 минут бұрын қайтып 8 дегенде біздің автобус қозғалады дейміз. Мысалы, уақытында келмей қалады. Кейбір жолаушылардың біздің билетке жаздырған телефондары басқа нөмір, кейбір байланысы жоқ болып қалады. Келгенде кейбір кісілердің жүк мәселесі мол мөлшерде жаңағы бізде жүктің мөлшері бар. 60-40-20 деген жүк мөлшері бар. Осыған байланысты жүктерін алып келсе, уақытында дайын болса деген тілек айтпақпыз енді. Қалааралық және халықаралық автобустың кісі тасымалдайтын жаңағы жүргізушілердің стандарты, тасымалдайтын стандарты болады. Стандартта жолаушыларға көрсетіп қойған 60-40-20 деген стандарт. Енді 60-20-40 деген жан-жағының көлемі, мысалы, бір шыбадан алып келгенде, мысалы, соның жан-жағының 20-40-60 деген көлемдегі болу керек, содан аспау керек. Сол көлемде біздің жолаушылар алып жүру керек, негізі көбінесе. Біздікі жаңағы үлкен қанарға сабап алып келеміз, стандартқа жаңағы жарамайтын сәйкеспейтін, мысалы. Осындай. Біздің автобустар болғанда бұзылған жағдайда шарт бойынша халықаралық автобус болғанда елдің шарт жасалған, мысалы, сол шарт бойынша біздің автобусымыз бұзылды деген жағдайда қай жерге жақын бұзылды, мысалы,
орыстың шекарасына ма, қазақстан шекарасына ма, моңғолдың шекарасына ма, қай жақын жерден шарт бойынша автобусты мүмкіндігі бар шығарып, сол жерден дереу шарасын алып, мысалы, шығарудамыз. Мысалы, қаламыз болғанда, Қобда, Қобалтай, Өбірханға, Байынқоңғыр деген аймақтарымыздан қайсысында жақын автобусымыз бұзылады, шарт бойынша тура сол жерден автобусымыз шығарып, арғы кісілерімізді тасымалдаудамыз. Енді автобусымыз болғанда, қазіргі жағдайда техника болғаннан кейін аздаған бұзылып жатқан бір-екі жағдайлар болды. Енді техника болғаннан кейін ақау шығады. Сондықтан дәл уақытында бұзылғаннан кейін шарасын алып, тұрақты жерден автобус шығарып жеткізудеміз. Қазір көбінесе мынау ет өнімдерін тасымалдау, мысалы Ұлан-Батыр қаласында ет өнімдерін тасымалдау мәселесіне шектеулер қойып тұрмыз. Сіздер жалпы осы жүкке бақылаударды қалай жасайсыздар дегендей? Біз мына аусыл ауруы шыққаннан бері біз автобусымызға тұрақты, бізде күнделікті жұмыстайтын астында кесте бойынша, ереже бойынша бізден бір кісі автобусға жұмыстайды. Тебірзақ сүргіші деген маманды реттеуші автобусымызға тұрады, келген кісілерге ет алып жүрмеу мәселесін осы бір 2 айдай болды. Тұрақты автобустың қасында келген жолаушылардың жүгін көріп, ішін тексеріп, құрт май, ет алып жүрмейтін күнделікті тексеріп автобусымызды шығарып тұрдық. Бұда шыққан қайшылықтар тура көріп шыққан ет, құрт май болса, тура сол жерден алып, кісіне алып жүрмейтін ескертіп, автобусымызды жүргізіп жатырмыз қазіргі жағдайда. Той күндері 7 айдың 10-нан 19-ы аралығында автокөлік орталығының бастығының кестесі бойынша бізде 9 жұмыс жұмыстадық. Осыда Өлгейден Ұлан-Батыр бағытына 9 күнде 3562 жолаушы қатынадық. Бұда техникалық ақау, бұзылған нәрседер шыққан жоқ, қайшылықтар. Өлгей Астана бағытына болғанда 294 жолаушы тасымалдап біз. Өлгей Алматы бағытына болғанда 132 жолаушы тасымалдап жұмыстадық. Бұда ешқандай қайшылықтар шыққан жоқ. Сол 7 айдың 19 күні аралығында өз бойынша сол 9 жұмыстап атқардық. Бұда ешқандай қайшылықтар шыққан жоқ. Енді жуырда өздеріңіз мынау енді жарық жүйесін реттеу, яғни көліктің жарық жүйесін реттеуге байланысты аймақтық полиция басқармасымен бірігіп жұмыстар атқардыңыздар. Осы жұмыс бойынша қанша автокөлікке ескерту жасап, қанша автокөлікке бақылау жасадыңыздар, осы мәселе туралы айта кетсеңіз. Көлік полициясының қызметінің бастығы және автокөлік ұлттық орталығының бас директорының нұсқау бойынша халықаралық және Ұлан-Батыр қаласының жолдарына қозғалысқа қатысатын көлік құралдарының техникалық жарамдылығы және де жарық жүйесіне байланысты іс-шара 2026 жыл 4 айдың 1-нен 10 айдың 31 аралығында жүріліп жатыр. Бұнда автокөлік туралы заң, жол қозғалысының қауіпсіздік туралы заң, жол қозғалысының ережелері, және өзіміздің жарыққа байланысты стандартымыз бар. МНС 4598-2025 деген автокөлік құралдарын техникалық байқаудан өткізуге қолайлы стандартын талаптарын орындау мақсатындағы жол қозғалысына қатысатын көліктер құралдардың техникалық жағдайын тексеру, олардың толық жарамдылығын қамтамасыз ету, қоршаған ортаға зиян келтірмейтін жаңағы іс-шара қолдаудамыз. Осыда жол полициясымен бірге 3-тен 4 рет бақылау жасадық. Бұнда жаңа өзіміздің Сарыкөл бағытындағы Шағын пост дейміз, Сарыкөлдің постысына орталыққа тексеру жасадық. Бұнда көбінесе жолаушыларымыз жарық керіл, жаңа өзіміз айтамыз лед керіл деп өткір осындай керілдерді салып алған жолаушыларды жаңа техникалық байқауынан өткізбей, сол жерден тура бақылауын тура сол жерден арнайы құралдармен сол жерден тура тексеріп, оңшылғасын болған сол жерден тура қателіктерін тура сол жерден жойып, іс-шара қолданып, жауапты мамандар жұмыстап жатырмыз. Бұл шарамыз жолаушыларға айтарымыз, мына жарық лампы салмау керек. Алдында келе жатқан келесі бір кісіні жол апатына ұшырататын мүмкіндігі мол болғандықтан болса, өзіміз айтамыз, сары стандартқа сай керілдерін салса деген өтініштеміз. Бізде бұнда жол полициясымен бірге жұмыстағанда шығып жатқан қайшылықтар болғанда лампадарды алып шара қолданып жатырмыз. Салған жолаушыларға жол полициясы және біздің автокөлік инспекторлары бірігіп шара жұмыс істедік. Бұнда жарық тексеретін құрылғысын бойынша тура тоқтатып, сол жерден жол полициясы және біздің инспекторлар бірге тура тоқтатып, жарыққа байланысты сіздің жарығыңыз өткір ма жоқ, қандай жарық
талапқа талапқа сәйкес тура сол жерден тексердік. Бұнда көбінесе біздің шөпірлер, көлік иелері өткір жарық салып алады. Бұл қандай жағдайға апарады дегенде, жаңағы өткір жарық алдынан келе жатқан екінші бір жолаушының көзі көрмейді, жаңағы шағылысады, өткір талапқа сай емес. Соған байланысты көбінесе шығатын көлік апаттары, алдында келе жатқан мысалы малда көрмейтін жағдайлар көп шығады. Осыған байланысты жолаушыларға айтарымыз, стандартқа сәйкес сары керіл, шары күйін керілген сары жарық, осыны салып стандарт бойынша жүрсе деген талапты айтамыз. Бұнда шығып жатқан қайшылықтар, салған шөпірлер бізде көп, өткір жарық осыған салмасын деген талабымыз бар енді. Енді ары қарата осы бақылауды жалғастырасыздар ма? Бұл бақылау қашаннан қашанға дейін жүрілуге тиісті? Біздің мына жарыққа байланысты бақылауымыз 4-ші айдың 1-нен 10-ші айдың 31-іне дейін жалғасады. Мына бақылауымыз жол полициясымен бірге үнемі бақылау жасаудамыз. Бұл бақылауымызда жолаушыларға ескертетініміз, талапқа сай жарықты біздің оның сыртында біздің жылына 1 рет келетін оншылға деп бақылау, оншылға деп айтамыз өзіміз. Көлік бақылау осыда болғанда бізге күнделікті көлік бақылауына кіретін шоферлердің жарығын үнемі тексерудеміз, үнемі тексеріп шығарудамыз. Оның сыртында жол полициясы біздің автокөлік инспекторлары бәрін бақылап, кешкі сағаттарда Сарыкөл бағытына, көше арасына бақылау жасай береміз. 4-ші айдың 1-нен 10-ші айдың 31-іне дейін осы жұмысымыз жалғасады енді дегенді айтпақпыз. Сіздер аймақтық автокөлік орталығының автокөлік бақылауының мемлекеттік инспекторы Серікбол Сіләмханұлымен өткізген тілші сұхбатын тыңдадыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді бір сәт назарларыңызға Қытай Халық Республикасының әншісі Бақыт Нұры Ілиясқызының орындауындағы халық әндері «Әсем әнім сырнайдай» дей салдымай әндерін ұсынамыз. Болғанда сіз бір ғашын, біз бір сұңқар, білмеймін қай
Құлақтандырулар. Мемлекеттік ұлғыр депутаты Моңғол түрік парламенті тобының басшысы Зұлпықар Сарқытұлының бастамасымен және ынтымақтастық аясында Түркияның әйгілі Гебзе техникалық университеті биылғы жылы аймағымызда жалпы білім беретін мектеп бітірген 4 оқушы ұл баланы сыналтып алып, оқу төлемінсіз жеңілдікпен оқуға қабылдамақ. Тіркелуге ертең тамыздың 4 күнгі 15 сағатқа дейін құжат қабылданады. Осыған қатысты толық ақпаратты 9997 7271 телефон арқылы алуға болады. Ердің-бірін су электр станциясына жөндеуші, дәнекерлеуші ағаш шебері, арматур тоқушы, самосвал жүргізушісі, ковш операторы, бұрғылаушы көмекші және көмекші жұмысшыларды жұмысқа аламыз. Толық мәліметті 9942 97 15 95 42 92 00 телефондар арқылы алуға болады. Киім-кешек дүкеніне тұрақты жұмыстайтын қыз балаларды жұмысқа аламыз. Байланыс телефоны 9942 27 28. Ұлан-Батырда мектептерге жақын жерден студент ұл балаларға үй жалға беремін. Байланыс телефоны 86 94 90 91. Көңіл айтамыз. Көп жылдар бойы полиция бөлімінде бірге қызметтес болған тергеуші, полиция капитаны Хасбатырдың өмірден өтуіне байланысты ата-анасы және зайыбы Еркежанға, бала-шағалар мен ағайын туыстарына марқұмның жаны жәннатта, топырақ торқа иманы жолдас болсын деп көңіл айтамыз. Аймақтық полиция басқармасы жанындағы ардагерлер кеңесі. Науқан қабыл болсын. Камилқанұлы Амангелді марқұмның жетісі тамыздың 4 күні сейсенбіде, өлгесі мұны 13-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Ағасы Берікжан, зайыбы Қамиян, бауырлары Есентай Қажы, Айбек, Сейілмұрат, Жанұзақ, Берік, қайнағасы Қампан, балдызы Ерболат, балалары Жәнібек, Жанболат, келіні Рая және қыз күйеу балалары мен ағайын туыстары. Қабызұлы Рақымбай, Құсайынқызы Құралай марқұмдардың жетісі тамыздың 5 күні сәрсенбіде бұлғын сұмыны Темірді жайлауындағы қара шаңырағы Бақбергеннің үйінде беріледі. Ағалары Әділқан Игілік, жеңгесі Бақытжан Жаңылған, бауыры Бақберген, келіні Әсемгүл. Шәкерұлы Солтан марқұмның 40 тамыздың 5 күні сәрсенбіде өлгесі мұны 1-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Зайыбы Орал және балалары. Қозыққанұлы Сайлау марқұмның 40 тамыздың 4 күні сейсенбіде Қазақстанның Макинкісіндағы баласы Тілегеннің шаңырағында және Ақкөл қалашығындағы бауыры Әленқанның шаңырағында беріледі. Бауырлары Әленқан, Дәлел, Ермек, Райхан, Айбек, Тойлыбай, зайыбы Тотығыз, балалары Тілеген, Әту, қарындастары Күнәй, Күләй, балдызы Шәкербай, жиені Дәулетбек, күйеу балалары Талғатбек, Әшөк. Толқынбайұлы Жұмагелді марқұмның 3 жылдығы тамыздың 4 күні сейсенбіде Қаратөбе жайлауындағы шаңырағында беріледі. Қайнатасы Рахметтолда, ағалары Қаблаш, Қабдрасол, Бөкей, Сейсемқан, бауырлары Ардақ, Өмірбек, зайыбы Күлпеш, баласы Берікбол және қыз күйеу балалар мен ағайын туыстары. Мөшиұлы Болатбек Бока марқұмның 3 жылдығы ертең айдың 4 күні өлгесі мұны 12-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Зайыбы Еркегүл, күйеу баласы Алпамыс, балалары Назым, Жансерік, Жасұлан. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.